Siz kaçan dayındaldınız? Ben oktyabrın ayağında. Октябрьдің аяғында, уже 3 ай, 4 ай болып қалды. 4 ай болып қалды. Сізді кім дайындады? Председатель кабинета министров. Ақылбек Үсенбекович. Мен не үшін бұл атқарылышты бойынша сұрадым? Сізді Ақылбек Үсенбек ішеніп сізге қойды да осы жергече. Мен білбеймін, қайсы сапаттармен қойды, бірақ ал кіші сізді дайындады. 2022 жылдың бюджеті, Божомол 2023 жылдың бюджеті. Божомолды сіздер 32 миллиард плюс мен қойыш керексіңер. Сіздер Божомолды 71 миллиард қойып отасыңар, плюс 32 миллиард, 103 миллиард сом менен Божомолды алып келіш керексіңер. Мақұлсыңар ошоға? 22 жыл мен сұраған жоқ. 22 жыл 62 миллиард болды, 68. 23 жыл Божомол 71 991 қойдасыңар. Мен ошу цифраға мақұл емесмен, ошу жерде Божомолда 103 миллиард тұрыш керек. Мақұлсыңар? Анда 3-ші оқуда ошу цифрамен келесіңер. Жоқ, біз антып 23-тің Божомолдан анда қыла албайбыз, потому что 68 миллиард 511 деп 22-ні алып келдік. 71 900. Анда сіз конституцияның негізінде анда иш алып бара албайсыз анда. Жоқ, біз тақталған бюджет алып келейлі. Баяғыдағы сұрау болғанда ошондо айттым. Бұл бюджет формироваться етілген болчу сентябрьла айында. Ошон үчүн анда мындай кылайлык, сиз мында жетекчимен сиз анда мага мындай в рабочем порядке сүйлөшөлүк анда. Азыр ушул бүткөндөн кийин в рабочем порядке мага конституция менен чогуу, мыйзамдар менен чогуу, эгерде мен туура эмес айтып аткан болсо, анда мага аргументтер менен айтып бергиле. Урматтуу Бактыргеч, сиздики чын туура болуп атат. Биз жанатан бери айтып атабыз, ошондой конституциялык милдетибиз, жалпы мамлекетибиздин мойнунда бул жүк. Чогуу отуруп биз кеңешишибиз керек. Бунун көбүнчөсү бюджеттик жагынан төлөм болобу, же болбосо биз жанагындай кошумча бир калкыбыздын санын көбөйтөбүзбү, жаштарды тартабызбы ушул социалдык системага. Bunun bardığın elbette genişçü mesele Bактыргеч. Hoş ko'rsin. Men Edil Joldubayev, men tуура түшүнтөм. Биздин өкмөтүбүз 400 миллиард бюджет. 10 секунд кошуп коюңуздар. Рахмат. Биздин өкмөтүбүз 400 миллиард сом көтөрөбүз деп атат. Мына айыл чарба багытына абдан чоң акчаларды 40 миллиард сом кече айтты. 40 миллиард сом тиги жөнөтүбүз деп атат. Абдан амбициозный иш-чараларды көрсөтүп атат да. Ошого сиздер дагы ошондон калбай, сиздер дагы амбиция менен чыгыш керексиңер. Урматтуу коллегалар.